Құрметті достар, мен бүгін Мырзахан деген ағаммен тау шарлап жүрміз. Ешкі емес бұл. Осы бұл төрт. Мынау бір жазу сияқты екен, е? Мынау, қара, мынау былай келіп төрт түсті. Мынау өзі жазу ғой мынау. Мынау мен түсінбедім не екен. Мен түсіріп алған түсінбей қойдым ғой. Мынаны білетін кісілер болса да айтасыздар енді. Не екен біз түсінбедік. Ол Алматы қалып барғанда таппай қойдым ғой. Жүрген мынау. Мұқатай аға, сіздің айтқан Айдахардың демі шығып атқан өңірге келдік. Мырзахан ағам алып келді. Қазір білінбейді. Қыстың күні мына жерден ыстық жем шығып тұрады дейді. Далада 21-де 8, 21-де 2, жаңа сөмкеден алып шығып едім, сөмке жылы ғой. Ауада 19 түсіп барады. Сөмкенің ішіне қызып алған ғой мұны. Он жеті. Ауырай 17-7 сияқты осымен тоқтады. Жоқ. 17-6. 17-5. Әлі түсіп кетір. Салқын әлі. Дала. Мына жер салқын ғой. Жоқ, қазір ана ары қарай кіргізіп көрейін деп тұрмын. Өсе ме? Жоқ. Қазір даладағы ауа райы тоқтасын. Қанша екен? Ана жақ салқын ба? Жоқ, жылы ма екен деп соны тексерейін деп тұрмын ғой. Неге суық болу керек асты? Ой, сау болыңыз. 16-9. Үңгірменен мына аудан бірдей болды ғой. Сонда үңгірмен бірдей болып тұр ғой сонда аламен. Негізі ана жақ суық болу керек қой. Суық болу керек қой. Онда ар жағынан жел келіп тұр.
16-7, 16-8 дейді. Ал енді мына жақты көрейік енді. Мен далада сол 16-8, ананың ішінде де сол 16-8. Сонда қарағанда ананың іші жылы болып тұр ғой. Әйтпесе үңгір мынандай қуыстардың бәрі суық соғу керек, суық шу керек жерден. Астыңғы жағындағы мұнда ыстық су болды ғой мұнда. Сол сыртқа ауа райы мен ішкінің бәрі бірдей болып тұр ғой сонда. Бұл енді қыстың күні мына жерде аяз болған кезде ана жерде сол бір қалпы жылу келіп тұрады. Иә. Сонан кейін мына жерде қар жатпайды, мына теріскей болса да. Теріскейде қар жатпайды ғой. Мына күнгей емес теріскей. Иә. Ана күніміз қайда? Соныменен бұл жерлерде қыстың күні өтеден ыстық келіп тұрады. Иә, жылу келіп тұрады, қар Жылу жатпайды. келіп тұрады, сол себептен мынаны жан жағынан өмір тұрмайды. Қар тұрмайды.